Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгінгі сабақ тақырыбы күн мен түн ойыны. Сабақтың мақсаты күн мен түн ойыны ережесін үйрету. Ойын арқылы икемділіктерін, ептіліктерін, шыдамдылыққа тәрбиелеу. Ойынның шарты. Екі топ 1,5-2 метр қашықтықта алаңның ортасында бір-біріне қарама-қарсы тұрады. Ойыншылар тең екі топқа бөлінеді. Бірі күн, екіншісі түн. Әрбір топтың қарсы алаңда қарсыластарының үйі болады. Мұғалім екі түсті боялған шеңбер жеребе тастайды. Қара түн, ақ күн. Егер шеңбер ақ жағымен түссе, жетекші күн деп дауыстайды. Бұл бұйрық бойынша ойыншылар түн тобының арасымен өз үйлеріне қарай жүгіреді. Түн тобы ойыншыларды оларды қуып жетіп, қолдарымен тигізуге тырысады. Қол тиген ойыншы түн тобына қосылады. Мұғалім жаңадан жеребе тастайды. Ойын осылайша жалғаса береді. Қарсыластарын көбірек ұстаған топ жеңіске жетеді. Ережесі: қолдармен итеруге болмайды. Аяқтың қалпын бұйрықсыз өзгертуге де болмайды. Басқарушы белгісі берілмей, ойыншыларға өз үйлеріне жүгіруге тыйым салынады. Қашып бара жатқандарды қуып тек қарсыластарының жанынан жүгіріп өткеннен кейін ғана рұқсат етіледі. Ойын қайталанғанда барлық ойыншылар сызық бойына тұрады. Сабақ мазмұны. Сап түзеп, сабақ мақсатын хабарлау. Саптық жаттығулар жүргізу. Қол жанында аяқтың ұшымен, қол желкеде өкшемен, аяқтың ішкі және сыртқы жағымен жүгіру. Негізгі бөлім. Күн мен түн ойыны. Мұғалім кенеттен түн немесе күн дейді. Аталған команда қаша жөнеледі. Қарсыластары оларды қууды қашан қуады. Қашқан команда алдын ала белгілеген үйлеріне тығылады. Ойыншылар ойын басталатын жерге жиналады. Көмекшілер ұсталған ойыншыларды санайды да ойын алма-кезек жалғаса береді. Қарсыласын көп ұстаған команда жеңімпаз аталады. Бұл жерде кішігірім бейнероликке назар аударыңыздар. Қорытынды бөлімі. Сапта тұру, сабақты қорытындылау, үй тапсырмасын беру. Саппен киінетін бөлмеге